негізі бірінші беті осылай тұрады. Камераға басасыз и галереяға басасыз. Өзіміздің іздеп жүрген суретімізді міне осылай скриншоттап алған болсын. Қарап көрейік сумканы. Қытайдың неше түрлі завод фабрикалары ұсынатын болғандықтан міне неше түрлі баға шығады. 9 юань, 590 юань, 650 юань деген сияқтыны қарап көрейік. 6-да 80 юань. 6-да 80 юаньды курс бойынша 58-ге көбейтеміз, сонда теңге бағасы шығады. Астында 3 деген цифрды көріп тұрған боларсыз. Ол 3 штук алу керек деген сөз. Міне өту көрсеткіші 5795 адам алған екен. Сосын сапасы міне 5 жұлдыз, яғни сапасы жақсы, күшті деген мағынаны білдіреді. Одан кейін астына қарай жылжыта бересіз осылай. Міне размерлері тұр. Мында көрінбей қалды ғой. Міне размерлері тұр, қанша сантиметр екендігі. Міне түрі. Міне жақыннан осылай көре бересіз.